Таңмен тұрған кезде не үшін су ішу керек? Әсіресе су ішу артық салмағы бар адамдарға өте пайдалы. Таңмен тұрған кезде бөлме температурасындағы сәл ысыған, бірақ қайнамаған суды ішкен дұрыс. Су ішкен кезде біздердегі асқазанымыздың шырышты қабатына өте пайдалы болады және тою сезімін береді. Одан кейін бір жарты сағат өткеннен кейін міндетті түрде таңғы асыңызды ішкеніңіз дұрыс. Тамақ жеп болғаннан кейін 20 минут өткеннен кейін су ішетін болсаңыз, ол астың қорытылуына өте пайдалы болмақ. Әр адамның су ішу мөлшері дене салмағына байланысты өзгеріп отырады. Оны қалай білеміз? Төменге описанияға жаза кетемін. Соны міндетті түрде оқып, күнделікті су ішу мөлшерін есептеңіз. Егер есептей алмай жатсаңыз, комментарияға дене салмағыңызды жаза кетіңіз, міндетті түрде мен сізге өлшеп беретін боламын. Және комментарияға сізде өзіңізге қандай да медициналық сұрақтар